Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 86 сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. Ең алдымен 11 тапсырма берілген. Біз мәтінді оқу керекпіз және де осы мәтін бойынша тапсырмаларды орындайтын боламыз. Мәтін тақырыбы мен қалай оқуға бардым. Менің Әбіш деген құрдасым бар еді. Әкесі оны оқуға берді. Бір күні ойнайын деп бардым. Әбіш кітап оқып отыр екен. Тыңдасам, кітабында жұмбақ, мақал, өлең, басқа да жақсы сөздер көп екен. Оқу үйренсем, мен де сондай оқыр едім деп ойға қалдым. Үйге қайтып келдім. Оқуға барамын дедім. Әкем мен апам бұл ойымды ұнатты. Ертеңіне әкем мені оқуға апарып берді. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Әкесі кімді оқуға берді? Әбіш не істеп отыр екен? Оның неліктен оқуға барғысы келді? Оның ойын кім ұнатты? Келесі балалар, мәтін неліктен 3 бөлікке бөлінген? Мәтін 3 бөлікке бөлінген себебі әр бөлігінде жаңа ой айтылған. Сол себепті мәтін 3 бөлікке бөлініп тұр. Әр бөліктің тақырыбын анықтап, оларға ат қой. Бірінші бөлігінің тақырыбы менің құрдасым. Екінші бөлігінің тақырыбы кітапқа қызығушылық. Үшінші бөлігінің тақырыбы мектепке баруы. Төмендегі сұрақтардың жауабын жаз. Әбіш маған кім болады? Әбіш менің құрдасым болады. Мені не қызықтырды? Мені кітап қызықтырды. Мен не істедім? Мен оқуға барамын деп шешім қабылдадым. Келесі 12 тапсырма сурет мазмұнын болжа, Әлидің күнделігін оқы. 2 ақпан 2017 жыл. Бүгін сыныбымызбен Ахмет Байтұрсынұлының мұражайына бардық. Бұрын Ахмет Байтұрсынұлы тұрған үй 1998 жылы мұражайға айналыпты. Мұражайда 3 зал бар екен. Ол кісінің әр жылдардағы фотоларын көрдім. Шығармаларымен таныстым. Мұражай маған ұнады. Бұл күн мен үшін ерекше әсерлі күн болды. Күнделік дұрыс жазылған ба? Ойыңмен бөліс. Әлиге қандай кеңес бересің? Балалар, бізде мәтінде көріп тұрғандарыңдай Ахмет Байтұрсынұлының және де Ахмет Байтұрсынұлы деген жазуымыз қызыл жазумен жазылған. Өйткені Әли күнделік жазған кезде Ахмет деген адамның есімін тасмалдап қойған екен. Сол себепті де Әлиге адам есімін тасмалдамауға кеңес беретін едік. Келесі 13 тапсырманы орындайтын боламыз. 2 бағандағы сөздерді оқып салыстыр. Бірінші бағанда барды, көрді, айтты, оқыды. Екінші бағанда көздеді, ойлады, тістеді, биледі деген сөздер берілген. Қай бағандағы етістіктердің түбірі зат есім? Бұл жерде бізде екінші бағандағы сөздердің түбірі зат есім болады. Өйткені екінші бағандағы сөздеріміз көздеді, яғни түбірі көз, ойлады, түбірі ой, тістеді, түбірі тіс, биледі, түбірі би болады. Яғни көз, ой, тіс, би деген сөздердің барлығы не деген сұраққа жауап береді. Яғни түбірі зат есімнен болып тұр екен. Келесі 14 тапсырма, бұл жерде мақалды жатқа жазу керексіңдер. Ел үмітін ер ақтар, ер атағын ел сақтар. Етістіктердің астынсыз ақтар деген туынды етістік екенін дәлелде. Бұл жерде балалар бізде ақтар деген сөзіміздің түбірі ақ, яғни қандай деген сұраққа жауап береді. Қандай деген сұраққа жауап бергеннен кейін балалар бұл жерде сын есімнің қызметін атқарып тұр екен. Ал оған біз тар деген жұрнақты жалғау арқылы туынды етістік жасадық. Және де ақтар деген сөзге не істер деген сұрақ қоямыз. Яғни сол кезде ақтар деген сөзіміз етістіктің қызметін атқарады екен. Келесі 15 тапсырма, ағаш бұтақтарындағы етістіктерді теріп жаз. Етістіктерді сөз құрамына талда, етістіктердің түбірі қай сөз табына жататынын анықта. Бізге биле, көзде, арқала, қапта, жырла, қолда, баста деген сөздер берілген. Бұл жердегі біздің сөздеріміздің барлығының түбірі би, көз, арқа, қапта, жыр, қол, бас деген сөздер екен. Яғни би, көз, арқа, қап, жыр, қол, бас деген сөздердің барлығына не деген сұрақ қойылады. Ал не деген сұрақ? Бізде зат
есім жауап береді екен. Яғни балалар, біздің бұл сөздеріміздің түбірі зат есімге жатады екен.